жоғарғы инженерлік технологиялық колледжінің арнайы пән оқытушысы Сабырғалиева Әйгерім Қайратовна. Объектілі бағытталған бағдарламалау тілі. Бүгінгі тақырып C++ негіздері, теориясы және кіріспе. Бүгінгі тақырып C++ тілдері негіздері. Бұл тілмен жұмыс жасау үшін біздерге Visual Studio немесе Dev'те жұмыс жасауға болады. Жалпы C тілі дегеніміз 1969-1973 жылдар аралығында ақш-та Bell Telefuller лабораториясы компаниясы бағдарламаушылары Деннис Ричи мен Ким Томас бастауымен дүниеге келді. Жетілдірулердің арқасында 1983 жылы C++ деген атқа ие болды. Ол бұрынғы C++ тіліне қарағанда кластардың енгізілуімен ерекшеленеді. Бұл тіл объектілі бағытталған бағдарламалау тіліне негізделген. Алдымен жұмыс жасау үшін файл создать проектке кіреміз. Көріп тұрғандарыңызда Visual C#, Visual Basic және Visual C++ бағдарламалау тілдері бар. Өзімізге керекті Visual C++ тілін таңдаймыз және OK'ді басамыз. Console Application 100, яғни жасыл тілде берілген бұл шаблон. Яғни еш нәрсені өзгертудің қажеті жоқ. Ең бірінші комментарийларға. Алдымен шрифт ыңғайлы ма, бізге соған көңіл аударайық. Шрифт ыңғайлы болса, осындай қалдыруға болады, немесе Ctrl және тышқанның ортаңғы тетігін басу арқылы өзімізге шрифтті үлкейтіп, кішірейтіп, өзімізге керектігін таңдай аламыз. Бізге орта жарайды. Көбіне есептер шығарған кезде үлкейтіп, кішірейтуге болады. Ұзақ есептер жазған кезде қарау үшін визуалды түрде бізге қажет болады. Енді комментарийға көңіл аударсақ, жасыл түспен тұрған, яғни Complete Application жазылып тұр. Бұл жерде комментарийға біздер ақпарат немесе сөздерді жаза аламыз. Ол жазғанымызбен оқылмайды, ол қолданушыға керек. Яғни комментарийға екі түрге бөлінеді, бір қатарлы және көп қатарлы. Көріп тұрғанымыздай екі слэш, яғни бұл бір қатарлы комментарий. Егер де оны алып тастасақ және жұлдызшаны жазсақ, бізге міндетті түрде, егер жұлдызша мен жазатын болсақ, міндетті түрде жұлдызша слэшпен жабылу керек. Бұл көп қатарлы дегенді білдіреді. Комментарийді тек бір қатар емес, бірнеше қатар пайдалануға болады. Комментарий пайдаланушының белгілі бір ақпаратты есте сақтау үшін, немесе ескерту үшін, немесе мысалы өзінің қандай кітапхана пайдаланғанын жазып кету үшін, яғни комментарий қалдыру үшін керек. Мысалы есептің берілгенін жазуға болады, квадрат, түбір, есеп түрлері, немесе есептің ортасына белгілі бір математикалық формуланы қолданып комментарийдің ішіне қойсақ жеткілікті. Include, яғни ол директива. Бізде include дегеніміз integerдің қысқартылған түрі, яғни интеджерлер бүтін сандар дегенді білдіреді бізде. Main бізде бағдарламаны іске қосқан кездегі басты функция. Желі жақшалар белгілі бір функцияны білдіреді. Алдағы уақытта for, while, to секілді функцияны жұмыс жасаған кезде желілік жақшаны ашып жабатын боламыз. Яғни циклдармен жұмыс жасаймыз. Егер де
желі жақсы ашылып жабылмай қалатын болса, ол есепте қате деп көрсетіледі, және нүктелі үтірді де ұмытпаймыз, яғни оның салынбауы да қате дегенді білдіреді. Return 0 ол бағдарламаның аяқталғанын білдіреді. Осы жерден есеп компиляцияға жіберіледі және жол есеп тексеріліп бізге шығатын болады, яғни нәтижесін көрсететін болады. Include директор базасы, яғни кітапханаларды айтатын болсақ, жалпы кітапханалар C+ тілінде өте көп. Солардың бірі және көбірек қолданылатыны ол math H, яғни математикалық формулалардың кітапханасы болып табылады. Ол бізге арифметикалық амалдар орындаған кезде, күрделі тригонометриялық формулаларды, косинус, синус, тангенс, котангенс сияқты формулалармен жұмыс жасаған кезде біз осы кітапхананы енгізуді ұмытпаймыз. Сонымен бүгінгі біздің қысқаша шолуымыз C+ тіліне және бастапқы функциялардың, олардың атқаратын қызметтері туралы кішкене қысқаша анықтама берілді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.